9-шы сабақ салыстыруға берілген есептер. Бірінші есеп А және В бағандарын салыстырыңыз дейді. А және В бағандарын салыстыруымыз керек. А бағаны 1-ден 20-ға дейінгі сандардың ішіндегі тақсандар неше деп айтыпты. Ал В бағаны 1-ден 20-ға дейінгі сандардың ішінде жұп сандар неше деп айтқан екен. 20-ны қоса алғанды деп айтыпты. Бізде барлық сандардың жұп және тақтан құралатынын білеміз. Және жұп сандар қанша болса, тақсандар да дәл сонша. Яғни жұп сандар мен тақсандардың сандары тең деген сөз. Енді бұл жерде не айтылып тұр? 1-ден 20-ға дейінгі және 20-ны қоса алғанда деп айтып тұр. Демек бізде тақсаннан басталып жұп саннан аяқталатын болса, онда біздің тақсанымыз бен жұп санымыз теңдей болады. Ал егер тақсаннан басталып жұп саннан емес тақсаннан аяқталатын болса, онда біздің тақсанымыз жұп санға қарағанда біреуі артық болып кетеді екен. Демек біздің есебімізде тақтан басталып жұптан аяқталды, яғни тақсандар 10 тақсан бар және 10 жұп сан бар. Демек екі жақта да 10 шығатын болса, өзара қандай? Тең. Яғни А бағаны менен Б бағаны салыстыратын болсаңыздар, өзара тең болады. Екінші есеп А және Б бағандарын тағы да салыстырыңыз деп айтты. 1-ден 20-ға дейінгі сандардың ішінде құрама сандар нешеу? Құрама сандар дегеніміз ол бізде бөлгіші 2-ден көп болатын сандар, я? Олар бізде 1, 2, 3 кірмейді, 4-тен басталады, я? 4 біздің құрама санымыз, 5 кірмейді, 6 кіреді, 7 кірмейді, 8, 9, 10, 11 жай сан, 12 құрама сан, 13 бізде жай сан, 14 құрама сан, 15 құрама сан, 16, яғни бөлгіштері көп бұлардың, 17 жай сан, 18 құрама сан, 19 ол бізде жай сан, және 20-ны қоса алғанда деп айтты. 20 да жай сан. Сонымен бізде барлық қанша құрама сан бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 құрама сан болып кетті. Құрама сандардың саны 11, ал В бағаны не болды? 8 болды. А бағаны бізде 11-ге тең, В бағаны 8-ге тең. Демек, А бұдан үлкен. Үшінші есеп. 6 мөңке балық 10 табан балықтан ауыр, бірақ 5 алабұғадан жеңіл деп айтқан екен. Яғни 6 мөңкеміз, 6 м деп қойық, мөңке ауыр болады 10 табан балықтан. Бірақ 5 алабұғадан жеңіл болып келеді екен. 10 мөңке балық 8 алабұғадан ауыр. 10 мөңке ауыр болады 8 алабұғадан. Жақсы. Қайсысы ауыр деп сұрапты? 2 мөңке балық па, жоқ әлде 3 табан балық па деп сұрапты. 3 табан. 3 табан менен 2 мөңкені бұл жерде қай жерде салыстырды? Мына жерде бізде табан балық пен мөңке балықты салыстырды. Егер 6 мөңкеміз 10 табаннан үлкен деп айтты. 6 мөңке 10 табаннан үлкен. Ал 2 мөңке 3 табаннан үлкен ба деген сұрақ пайда болады. Сондықтан мен мына екеуін бірдей кез келген теңдеуді, кез келген теңсіздікті бірдей санға көбейтсе немесе бөлсе болады деген бар ғой. Сол бойынша мен мыналардың екеуінде 2-ке бөліп тастайын. 2-ке бөлетін болсақ, мына жер 5 табан болады, ал мына жақта 6 мөңке болады. 3 мөңке болады деген 2-ке бөліп жатырмыз ғой. Демек, 3 болады. Енді қараңыз. 5 мөңкеміз кіші 3. 5 табанымыз кіші 3 мөңкеден. Немесе былай айтсақ та болады. 3 мөңке балық 5 табаннан ауыр. Демек, 3 болған жағдайда ол мынаның 5-еуінен ауыр болатын болса, 2 болған жағдайда оның 3-еуінен міндетті түрде ауыр болады ғой. Демек, біздің есебіміздің жауабы 2 мөңке балығымыз 3 табан балықтан ауыр болып келеді.